Сәлем, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Бүгін біз өзіміздің Last Day on Earth ойынын жалғастырамыз. Бүгінгі серияда көп қызық нәрсе болмайды, өйткені мен ағашты жинаймын деп ойладым, яғни шештім ағаш жинаймын деп. Сондықтан бүгінгі серия фармға арналады. Мен қазір фарм етіп атқанда ағаш жинап өліп қалдым, бәрін жоғалтып алдым. Енді қазір мен тек құр сумкамен жүгіріп баттым, өліп қаламын деп қорқып тұрмын. Өйткені маған ойыншылар жүгіріп келуі мүмкін. Ойыншылар дегенде боттар жүгіріп келуі мүмкін. Сондықтан мен қазір қорқып тұрмын. Бірақ қорқатын ештеңесі жоқ, бұл тек қана ойын. Сондықтан так, міне бізге қазір топор шығару үшін бізге 3 ағаш, 3 тас керек. Енді жайлап ағашты жинап бастайық. Өйткені ағаш бәріне бас. Жайлап жинайық. Бізге тағы не керек? Бізге кирка керек емес секілді. Өйткені менде тас жеткілік сияқты. Үйімде жайлап жинай берейік. Енді біз дейтін біріншіден 6-шы өреңге жетіп плавильня істеуіміз керек. Сосын радио, сосын водосборник керек бізге. Біріншіден водосборник керек бізге, өйткені су қажет адамға. Сусыз адам 3 күн өмір сүре алады, ал тамақсыз 3 апта дегендей. 3-тің өзінің несі бар дейді, правило 3 дейді ғой орыстарда. Сол мысалы жерге тамақ түсіп кетсе 3 секундта көтеріп алу керек. Адам сусыз 3 күн, тамақсыз 3 апта, сосын ары кете береді. Бізге қазір маңызды мына шөптің керегі бізге. Қазір біз болашақта не істейміз дегенде, біз деген қазір ткань жасауымыз керек. Ткань дейтін өте маңызды бізге. Біздің қолымызда ештеңе жоқ. Қару бірдеңе жасау керек еді. Үйден алуға ұмытып кеттім. Бүйтейік, қазір біз мынаны изучить етіп та шығарып алайық. Енді қолыңа ал, бауырым. Өл. Өмір аз қалды бізде. Тек адам бот жүгіріп келмесе болар еді. Біз істен алшақтап кеткен сияқтымыз. Іске көшейік. Біз не үшін келдік мұнда, соны ішімізді аластырайық. Бит бөліп тастау керек бәрін. Басқа орын алмасын. Өстіп бөліп тастайық. Бізге қазір керек. Тамақ керек бізге қазір. Мүмкін қазір жолдан көршіге соқып кетермін. Көршіден заттарын ұрлап қашып кетейік. Ештеңе етпес. Одан енді бізге қазір мынау керек нәрселердің бірі. Мыналар сау алайық. Радио сау керек болып қалар. Зомби. Жыным келеді саған, қарамашым маған деп өлтіріп тастайық. Конечно, әрине мен приколдарым сіздерге өтпейтін шығар. Қобалжып тұрмын. Кішкене тұратыр. Қобалжығанда қобалжымайсың ғой енді, конечно. Міне, адам жүгіріп кеткен сияқты жота. Қаштық. Біз ішіміз аулақ одан.
лучше тынычыраак тылабыбызды бос ұстап. Ал біз қазір көшеге соғып кетейік. Көшеден тамақ алып, тамақ алайық. Өйткені бізде тамақ аз, өте аз. Мана жинап жатқанда кішкене көбірек жинап едім, бірақ өліп қалдым өкінішке қарай. Бір адаммен төбелесем деп мені өлтіріп тастады. Жының білгенімді айтшы, сене қалай жындандым мен. Бәрін еңбекпен жинап отқан бәрі кетіп қалды бір уақытта. Қазір бар да қазір жоқ деген осы. Так кеттік енді. Жайлап қарайық. Шипыға түсіп қалмайық. Өйткені так шипыға міне көрдіңіздер. Хоттан оны қалып кетті. Мына жерде мотоцикл тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бізде тамақ бар екен ғой, айтпақшы, тамақ жеп алайық. Айтпақшы достар, мен осы 5-ші серия аяқтағаннан кейін сразу кеме шықты, ол корабль. Корабльге барғанда мен андай жағажайдағы зомбиларды өлтірдім. Сосын бір адамға келдім, ол маған кейс аштырды, андай сундуктар. Сол сундуктан міне Глок 17 түсті бірінші, содан кейін тактическая кепка түсті, содан кейін аптечка мен броня спецвойск түсті. Маған бұл жаңа нәрсе. Так, мынанда не істеуге болады екен ғой. Салып алайық мынаны, керек болар. Бензин керек нәрсе сияқты мына ойында, өйткені бензин. Так, мында түсіп қалмайық. Аблам бұл жүрерміз. Сондықтан бір жерімізді қысып отырайық. Так, қайдан кіруге болады мұнда? Кіруге болмайтын сияқты, мен сәтсіз таңдаған сияқтымын көрші үйді. Так, мұнда кіруге болмайды, өліп қалуға қорықтым бір жағынан. Өліп қалсам қайтадан келіп заттарымды алам ба деп тұрмын. Так, мұнда ештеңе жоқ. Бәрі жағынан қоршаулы. Так, үй жаққа қайтайық, жайлап. Әйтеуір ағаш жинаған секілдіміз. Тез бол. Үйден тамақ алайық, айтпақшы, мен дейтін не егін ектім ол. Егін өскенде шығар, қарайық. Достар, айтқандай мына бөлім қызықсыз өтіп жатқан сияқты. Өте айбеттеңіздер. Өткені мен қазір түнде түсіріп жатырмын. Сағат қазір түнгі 2 шамасы. Сонда да сіздерге арнап видео түсіріп отқан жайым бар. Сізден рахмет, менің видео дегенде. Міне Fallout Shelter'ден де нелер келіп жатыр. Сообщение. Мен неге түсірмей жатсың деген намек беріп жатыр ғой бізге. Қазір осыдан кейін сразу соған көшемін видео түсіруді. Так, мынаны былай салып жіберейік. Сосын мынаны ашайық. Бізге айтпақшы уровень бердім, 6-шы уровень әлі бермепті. Өкінішке орай. Так, мынаны салып тастайық. Мынаны салып тастайық. Мынаны салып тастайық. Сосын мынаны екіп тастау керек сияқты. Мынаны, яғни сосын мынаны салып, бүйтіп қалған ағаштарды, біздің территориямызда қалған ағаштарды жинап алайық. Так, достар, тағы да сіздерден сұраймын, нешінші бөлім бойы сұрақ қоятырмын. Майнкрафттан түсірейін ба, жоқ па? Майнкрафт енді баяғыдан түсіріліп жатқан нәрсе о. Просто мен өте қызық көрем Майнкрафтты, өте қатты түсіргім келіп жүр сол ойыннан.
егер баста десеңіздер бастайын видео түсіріп. Мүмкін өзім де бастап кетермін, сіздерден сұрамай. Өйткені менде қазір подписчик те жоқ. Толығымен тек қана 3-4 адам тек өздерінің бар екенін көрсететін. Соларға да рахмет. Бағалап жатыр менің видеоларымды. Ешкім жоқ болса да. Мүмкін достар, егер де сіздердің достарыңыз болса, менің каналыма жазылуға шақырыңыздар. Өйткені подписчик бар жерде видео түсіруге желание да бар. Сондықтан мен сіздерді көп видеолармен қуантамын деп ойлаймын. Так, достар, менің ұйқымда келген сияқты. Сіздермен бірге болған мен Марио. Бүгінгі серия тек шекілей өтті. Мына үйді мен дейтін бұлай айналдырып шықтым. Мына ортаға қазір нелер салам, егіндер сыйғызам осы жерге. Мына айналасына, мына ортамен плавильнялар салып шығармын мүмкін. Немен аралас ана ағаш шығаратын плотниктің столын, сосын ана қайда, сосын тас кесетін столды салармын. Сосын лук істеп алу керек. Келесі серияда бәрі дайын болады деп ойлаймын. 6-шы неге көшіп, өргенге көшіп, жайлап душ салып, плавильня салып, сосын водосборник салу керек. Өйткені айтқандай су керек бізге. Біріншіден бітірмей тұрып бұл бөлімді біз бітейік. Үйдің жалғастырсақ. Былай. Егер де андай үріліп атқан дауыстар шықса, кешірім сұраймын. Өйткені кімге ұнайды үріліп атқан дауыс. Мына жақтан бір есік шығарайық. Сосын былай. Сосын былай. Салып. Мына жерден есік шығарайық. Бүйтіп безопасность қылайық. Так, достар, сіздермен бірге болған мен Марио. Келесі бөлімдер өте қызықты шығады. Біз дейтін альфа бункеріне барамыз. Альфа бункеріне ең басына бару керек еді, бірақ мен оны алып қойдым. Болашаққа келесі бөлімдерде сол альфа бункеріне барамыз. Сосын ол келесі бөлімде альфа бункерінің подвалына түсеміз, зерттейміз. Мен дейтін оны подвалына түсіп вообще жинап көрген жоқпын. Бірінші опытпен барамыз. Сондықтан достар, күтеміз жаңа серияларды, бағалаймыз, лайк басамыз. Сосын әрине обязательно подписка жасаймыз, достарымызды шақырамыз менің каналыма бағаласын деп. Сондықтан достар, кішкене активность көрсетейік. Өздеріңіздің бар екендеріңді көрсетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Марио. Келесі серияларда жүздескенше. Қош, сау болыңыздар.